Қайырлы күн менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге өзімнің рецептім бойынша әзірлейтін пахлавамды көрсетемін. Менің рецептім сіздерге ұнаса, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Ұнымызға разрешителімізді салып, осылай араластырып аламыз. Және де үй комнатасында жылып тұрған сары майымызды саламыз. Осыларды жақсылап қолымызбен елеп шығамыз. Сіздер де менің жасалу жолымен жасап көріңіздер. Менде біраз болыпты YouTube каналыма рецепттер салмағаныма. Осылай үгітіліп тұрған қамырымыздың үстіне енді қаймағымызды саламыз, жұмыртқамыздың сарысын және шекерімізді қосып, жақсылап тұрып қамырды илейміз. Қамырымыз біздің қолға жабыспайтындай болу керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, бір жарты сағатқа қойып қоямыз, әбден июі қанғанша. Сосын ары қарай қалай начинкасын дайындайтынын көрсетемін сіздерге. Бірінші біз жұмыртқаның ағын осылай жақсылап тұрып миксерлейміз. Миксерлеп жатып, шекерімізді қосып араластыра береміз. Мына ыдысымыз сухой болу керек. Бір тамшы су тамбау керек. Әйтпесе мына беземіз қатты не болмайды, қою болмай қалады. Сосын осылай ыдысымыз құрғақ болу керек. Белогымыз дайын болды. Енді мейіз, жаңғақ дегендерімізді араластырып аламыз. Блендерге салып, езіп аламыз. Біздің дәнектеріміз дайын болды. Енді соны жаңағы белогымызға саламыз. Дәнектерімізді, мейіздерімізді. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Қоспамыз дайын болды. Осылай жақсылап тұрып араластырасыздар. Осындай қою болып шықты. Осы біздің қамырымыз июғанды, дайын болды. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 6 бөлікке бөлеміз. Осы әр қамырымызды енді жұқа етіп жаямыз әрқайсысын. Әр бөлікті осыны барынша жұқа етіп жайып аламыз. Сосын осы әр жайған қамырымызды кальцонның көмегімен қамыр қоспа етіп салып отырамыз. Пахлавамыз дайын болды. Осы кальцонның көмегімен пахлаваны бір қамырын, бір қоспасын, бір қамырын, бір қоспасын қосып алдық. Енді осы пахлавамызды піспей тұрған кезінде осылай бөліктерге бөліп аламыз да, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жаңғағымызды қоямыз. Қойып шығамыз әр бөлінген бөліктерге.
Біздің пахлавамыз дайын болды. Енді осы пахлаваны печкамызға саламыз. 150 градуста 40 минутқа. Сиропымызды дайындап аламыз. Суға шекер немесе мед салсаңыздар да болады. Менікі дайын болды. Енді осыны піскеннен кейін пахлава осыға құйып шығамыз. Менің рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер.